Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кереметтей баклажаннан ыстық осындай әдемі салат жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, сонда менің жаңа рецепттерім бәрін көріп тұратын боласыздар. Ең алдымен баклажанымызды алып, жақсылап жуып, құрғатып, сыртын осылай толық емес, осылай аршып алсаңыздар болады. Енді қалауларыңызша өздеріңіз турасаңыздар болады, бірақ мен осылай ұзыншалап тураймын. Баклажанды өте ұсақ қып турамаңыздар, себебі майға қуырған кезде ол кішірейеді, көлемін жоғалтады. Турап болғаннан кейін крахмал қосамыз, кішкене тұз қосамыз да майды қыздырып қойыңыздар. Алдын ала қызып тұрған майда баклажандарымызды қызартып пісіріп алатын боламыз, қуырып. Егер де сіздер баклажанға крахмал мен жаңағы тұзды салып қойып майды одан кейін қыздыратын болсаңыздар, онда біліңіздер, баклажан суы шығып солып қалады. Сондықтан тура қуырғалы жатқан кезде крахмал мен жаңа тұзды салып тез-тез араластырыңыздар. Осылай бірден қызартып пісіріп алыңыздар. Қызып тұрған майыма сарымсақты осылай бір қуырып алдым. Енді қиярымызды 3 бөлікке бөлеміз да, бұны да ұзыншалап турайтын боласыздар. Көкөністерді алған кезде міндетті түрде свежийін алуға тырысыңыздар, иә. Бір сәбіз жеткілікті, міне, осылай ұзыншалап өткізіп аласыздар. Одан кейін осылай түрлі түсті перец істеп жатамыз, жаңағы бұрыштар. Мен осы сары түсін таңдадым. Қалауыңызша қызылын да қосыңыз, жасылын да қосыңыз. Маған осы сарысы ерекше ұнайды, сондықтан мен осы сары түсін таңдап алдым. Қызанақтарымызды осылай ұзыншалап, жіңішкелеп осылай бөліп аламыз. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға баклажан мен жаңағы майға қуырылған сарымсағымызды салып, одан кейін аскөк, қияр, помидор, бұрыштарымызды, сәбізімізді бәрін толықтай саламыз да. Менде осылай салатқа арналған жаңағыдай кисло-сладкий соус дейді, соны қосамын. Үлкен қасықпен 2 қасықтай және 1,5 қасықтай осылай соя тұздығын құятын боламыз. Кез келген магазиндерден көрсеңіздер болады, жаңағы соусты кисло-сладкий деп, именно салатқа арналған. Содан кейін кішкене оливковый масло құйдым да, кішкене тұз қостым. Осы жеткілікті. Салатты араластырғанда міндетті түрде, егерде үй жағдайында қолмен араластырсаңыздар да болады, себебі езіліп кетпеу керек. Жаңағыдай аккуратно жоғарыдан төмен асықпай араластырыңыздар, иә. Осымен біздің кереметтей салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын.